Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Барша білсін. Видеоролик турсында толығырақ мәліметке ие болды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписать етемелерін баса кетіп, жұлдызды жаңалықтарды алғашқыларға дарыны біле отырыңыз. Ал онда біз бастадық. Айгүл Иманбаева Динара Сейітжанға берген сұхбатында 40 жылдан бері көрмегендерін, істерін ауыр сөз айтып, көз жасын төгіп, аналарын ренжіткенін айтты. Әкеммен ұрсып, кешірім сұрап табысқанда сол күні үйге келіп едім. Анам телевизор көріп жатыр екен. Көп жыл бере тұрмыста анамды көп ренжіткенмін. Аяғына жығыла кешірім сұрадым. Бас салып өкіріп жылағанда анамның шошып кетті. Анам 2 мәрте инсульт, 1 рет инфаркт алған адам. Сол үшін анамды күтінеміз. Анамды тәте дейтінбіз. Тәте еш нәрсе болған жоқ. Бірақ мен сізді көп ренжіттім, кешіріңіз мені, деп сұрады Айгүл Иманбаева. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау болыңыз.